Бастауыш сынып оқушыларының ең үлкен проблемасы ол көбейту кестесін жаттау. Көп ата-аналар балаларына көбейту кестесін жаттағанда қиналады. Сондықтан да мен сіздермен өзімнің тәжірибемде қолданып жүрген тез, оңай, жылдам әдіс тәсілдермен бөліскім келеді. Көбейту кестесін үйретудің тиімді жолдарының бірі көбейту жолдары деп аталады. Көбейту жолдарында орналасқан сызықшалар көбейту жолдары. Бұл жерде көлденеңінен және тігінен орналасқан сандар көбейткіштер деп аталады. Көбейткіштердің қиылысқан нүктелерін көбейтіндінің мәнін деп атаймыз. Мысалы, 2 мен 3-тің көбейтіндісін нүктелерді санау арқылы оның 6 екеніне көзіміз жетеді. Балаға көбейту кестесін бекіту мақсатында осындай сағат түрінде жасауға болады, яғни қайталау мақсатында. Бұл жерде бала өзінің үйренген жаңағы көбейту кестесін емін-еркін қайталап, жаттанды түрде жаттап алуына болады. Мысалы, бала сағат тіліне қарай 2 мен 1-дің көбейтіндісін 2 екенін, 2 мен 2-ның көбейтіндісі 4 екенін, 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6 екенін біле отырып, оны жаңағы осы жерде көбейту кестесіне өзі жазып отырады. Оқушылар көбейту кестесін бекіту арқылы, яғни пазл ойыны арқылы өздерінің білген білімдерін бекіте алады. Мысалы, жаңағы 9-ға көбейту кестесін құрастыру арқылы 9 7 3-ің 27 екенін, ал 9 мен 7-ның көбейтіндісі 63-ке теңдігін біле аламыз. Және де 9 жерде 5-ің 45 екен, және 36 мен 9 мен 4-дің көбейтіндісі 36-ға тең екенін. Саусақтар арқылы көбейту бұл 9-ға көбейту кестесін тез, оңай жаттап алуға көмектеседі. Мысалы, 9 мен 3-тің көбейтіндісін көбейтіп көрейік. Ол үшін 10 саусағымызды алдымызға шығарып, 3-ші саусақты бүгу арқылы біз оң жақ пен сол жақтағы саусақтарды санау арқылы, яғни сол жағымызда біздің ондықтар, оң жағымызда бірліктер арқылы біле аламыз. Мысалы, сол жағымызда біздің ондық 2, бірлік 7, яғни 9 мен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең екенін білеміз. Тағы бір мысал жасап көрейік. Мысалы, 9-шы саусағымызды бүгу арқылы біз 9 жерде 9-ын 81 екенін білеміз. Яғни бізде ондығымыз 8 саусақ, бірлігіміз 1 саусақ. Яғни 9 мен 9-ның көбейтіндісі 81-ге тең.